не болмаса оны құлатам, не болмаса одан құлаймын. Шапат аға негізі белдікке бір қадам ғана дайын тұр. Сол кісілердің көмегінің арқасында да шыққам негізі UFC-ге. Екі мемлекеттің достығым болсын, байланысым болсын, күшейткім келеді. Көреді мына 13-те 1 екен, 13 рет құлатқан екен, қарсыласын жеңген екен, уақытынан бұрын деп ойлайды да. UFC-ден келген кезде тәуекел деп тоқтамға отырып шыққан болатын. Ол қарсыласым негізіне айтқанда мықты қарсыласқа жатпайды. Белдік алу, анау мынау бірінші орынға шығуды өте көп ойламаймын. Біз көп нәрсені қазақшасын ұқпаймыз. Тайлақ, Қазақстанға қош келдіңіз. Жалпы жаңағы өткен мастер-класс туралы бір-екі сөз айтып жүрсеңіз, жалпы өзіңізге ұнады ма? Бірінші адам өте көп келді. Қуандым негізі көп адам келгеніне. Қазақстанда спортқа ережесіз жекпе-жекке қызығатын балалар көп екенін білдім. Шынайы мен қуанып тұрмын. Балалар да жақсы үйренді, назарларын бөлді. Бәрі айтқанда орында істеп тұрды. Негізі бәрінде бұйырса болашағы бар. Солардан үміт күтеміз. Қытайда өзіңіздің шәкірттеріңіз бар екенін естігем. Бапкерсіз, жалпы осы UFC жауынгері бола тұра бапкерлік жұмысты бірге алу қиынға соқпай ма? Бапкерлік жұмыс елдер ойлайды, мысалы бапкер болған адам ол қайтып мысалы уақытын бөліп өзі машық істейді деп. Бірақ та керісінше қайта сен бапкер болсаң, өзіңнің үйренгеніңді елге үйретсең, оның өзі бір машықта. Қайта керісінше миыңда тіпті де ана әрекеттер тіпті де жақсы қалады. Өніңде өзіңде тіпті де жақсы істейтін боласың. Сонда ешқандай кедергі келтірмейді дейсіз ғой? Кедергі келтірмейді, қайта пайдасы тиеді. Жалпы қателеспесем, бұл Қазақстанға екінші рет келуіңіз, бірінші рет Найзада төбелескенде келдіңіз, енді екінші рет келіп отырсыз. Жалпы Қазақстанға келуіңіздің себебі неде? Қазақстанға келудегі себебім бұл жақта боксы өте жақсы дамыған. Бокстен жақсы ұстаздары бар. Күресте жақсы дамыған. Бұл жаққа негізі бокс үйренгені, күрес үйренгені, өнінген бұл жақтағы халықтар мысалы. Неге мұқтаж? Соны білгім келеді. Өйткені Қытай біраз дамыған, сол жақтағы жақсы нәрселерді осы жаққа әкелгім келеді. Енді бұл жақта да жақсы нәрселер көп. Бұл жақтағы жақсы нәрселерді ол жаққа да апарғым келеді. Екі мемлекеттің достығым болсын, байланысым болсын, күшейткім келеді. Сондай бір мақсатым бар. Енді екі қазақтардың, Қытайдағы қазақтардың және Қазақстандағы қазақтардың тұрмысын салыстырып жіберсек. Қытайдағы қазақтар мен Қазақстандағы қазақтардың парқын әзір мен келгеніме көп болған жоқ, біле қойған жоқпын негізінен. Бірақ та енді бәрі қазақтар болғаннан кейін түзде 71%, тұрмыстары, мінездері, өмірге деген көп адамдардың көзқарастары негізінен ұқсас деп ойлаймын. Келгеніңізге қанша болды? Мен алдыңғы бір рет келген кезде бір апта тұрғам, осы жыл келген кезде бір апта болды. Менде осы жерде Сақпротим залында жаттығып жүрсіз, неге Сақпротимді таңдадыңыз? Өзіңіз таңдадыңыз ба, әлде сізді біреу шақырды ма? Жоқ, енді бір жерде ғана машығып жүрген жоқпын, басқа жақта да машық қылып жүрмін. Мен енді осы жол келгендегі тағы бір себебім бәрі жерге барып көрейін дедім. Енді бүгін осы жерде сабақ өттім, енді жолы басқа жерге елдер шақырса барып сабақ өтетін шығармын. Қай жер шақырса жерге барып сабақ өтемін, не болмаса қай жерден барып мықты ұстаздардан сабақ алып, бәрі ұстаздардан сабақ алуға дайынмын негізі. Қателеспесем, сіз Шанхайда UFC PI залында жаттығасыз. Жалпы сол жердегі жаттығуды және Қазақстандағы жаттығуды салыстырып жіберсеңіз, мүмкін кейбір тұстары мықты шығар, әлде керісінше кейбір тұстарынан Қазақстан мықты шығар. Дұрыс, бәрінің ана жақтың да өзінің артықшылығы бар, мына жақтың да өзінің артықшылығы бар. Мен бана айтып отырмын, бір жақтың бокс дамыған, күрес дамыған деп. Енді мен әзірше тағы да өйткені көп ұзақ уақыт болған жоқ, әзірше салыстыра қойып ойбай мынау жақсы екен, мынау жақсы емес екен деп айта алмаймын. Екі жақтан негізі ұнайды. Сонда Қазақстанға жай жаттығуға келдіңіз де? Бір жағы мен бана айттым, бір жағы жаттығуға келдім, бір жағы үйренуге келдім. Елдерден техника үйреніп, өніңе тағы да бір жағы үйретуге келдім. Елдерге техникамды үйретемін. Тағы да екі мемлекеттің достығын күшейтіп, екі мемлекеттің арасында қандай жұмыстар жасауға болады, соны білген келдім. UFC-дегі жекпе-жегіңізге келетін болсақ, бірінші жекпе-жегіңіз былтыр тамыз айында ирландиялық Кифер Кросбиға қарсы болды. Жалпы ол жекпе-жек ойдағыдай өтті ма, барлығы жоспар бойынша болды ма?
Енді ол жекпе-жек мен үшін алып айтқанда өте оңай болды. Өйткені ол қарсыласым негізіне айтқанда мықты қарсыласқа жатпайды. Енді оны оп-оңай жеңіп алдым, бірақ та ортасында біраз кедергілер болды. Болашақта өте мықты қарсыластар тосып тұр деп ойлаймын. Енді маған соларға дайындалу керек. Сол жекпе-жекте сізден 2 балл алып тастаған кезде қандай олар келді сізге? Мен ол екі нөмір алып тастамай тұрғанның өзінде мен біліп болғам. Не болмаса оны құлатам, не болмаса одан құлаймын. Негізі өзім 3 майдан толық ойнаймын деген ондай ой болған жоқ. Барлық күшімді сол жерде шығарамын, өнерімді шығараламын. Не құлатам, не құлаймын деген идеямен шыққанмын. Сондықтан үшін маған түк әсер болған жоқ. Сіз сол жекпе-жекте толық дайындықпен шықтыңыз ба? Өйткені мен сіз бұл жекпе-жекке қысқа уақытта шықтыңыз деген естігем. Оған алдында дайындалдым, басқа жарыстарға дайындалып жүрген болатынмын. Енді дайындығым бар, дайындығым жоқ емес. Бірақ та 77 салмаққа дайын емес болатын. Өйткені мен ол кезде 71 салмаққа дайындалып, келемді түсіріп жүрген болатын. 78-ге түсіріп алғам, соның үшін 77 ойнайтынға UFC-ден келгеннен кейін мен қайтадан өз салмағымды жеп шығарып, ең соңғы күні қайтадан түсірдім. Бірақ та басқа жақтағы дайындықтарым жақсы. Енді келесі жекпе-жегіңіз 70-те болды? 71-де болады. Мен жалпы осы тамызға дейін сізге UFC-ден ұсыныстар келді дегенді естіген, бірақ сіз бармаған себебіңіз ол тәжірибе жинау, тағы бір жекпе-жек өткізу, ол рас па? Бармаған себебім, өйткені мен әзірше ойласам, өзім дайын емеспін. Өйткені менің әзір жарысымды әдеттегі спортшылар алмайды. Көреді, мына 13-те 1 екен, 13 рет құлатқан екен, қарсыласын жеңген екен, уақытынан бұрын деп ойлайды да. Көп адамдар мені алмайды. Мені алатындардың көбі жарысымды мықтылар ғана алады. Соның үшін ол мықтылармен түсу үшін маған тіпті де жақсы дайындалу керек, біраз уақыт керек. Соған өзіме біраз уақыт бердім, дайындалып жатырмын. Сонда ұсыныс түскенде UFC-ге шыққан кезде сол кезде міне 100% дайынмын, тәжірибем жетіп отыр деген ой болмады ма? Ондай 100% дайынмын деген ой болған жоқ. Бірақ та қарсыласыма қарасам, қарсыласым мықты болмаған себебінен мен шықтым. Енді Қазақстанда UFC-де Қазақстаннан шығып жүрген бірнеше жауынгер бар. Олардың ішінде қайсысы чемпион болуы мүмкін деп ойлайсыз? Енді оны бәрі адам біледі. Шапқат аға бар, Асу аға бар. Енді осы екі ағамыз алдыңғы 10-ның қатарында тұр. Шапқат аға негізі белдікке бір қадам ғана дайын тұр. Енді ол кісілерден үміт күтіп отырмыз. Енді ол кісілерге тілеулерін тілеп, осы жерде сол кісілердің чемпион болып шығуына тілектес болып отырамыз. Сіздің найзадағы жекпе-жегіңізден кейін көп жанкүйерлер сіз Шафқатпен жаттығу керек деп ойларын айтқан, сол туралы ойларыңыз бар ма? Енді Шафқат ағадан барып үйренгім келеді, енді бірақ та ұзақ уақыт ол кісінің қасында жүре аламын деп айтамаймын. Өйткені ол кісінің де өзінің уақыты бар. Ол кісі енді қалың адамды қасына ертіп жүріп машық қылғанға келмейді. Өйткені ол кісінің өзінің жарысы бар, өзі дайындалады. Ол кісі негізінен мен ойласам, жеке бөлек дайындалған жақсы көреді, елдердің мазалағанын жақсы көрмейді. Енді ол кісінің мазалағым жоқ, бірақ та уақыты шығып жатса, мен барып біраз уақыт үйренгім бар ол кісіден. 1 ай бола ма, 15 күн бола ма, біраз болса да тәжірибелерін сұрап, кезігіп, үйренсем деген ниетім бар. Найзадағы жекпе-жегіңіз туралы айтып кетсек, сол кезде сіз Пумамен шықтыңыз, оны нокаутқа жібердіңіз. Сіздің өнеріңізді көрген халық тамсанды, сіздің өнеріңізді күтті, жекпе-жектеріңізді күтті. Найзадан шықпай қалған себебі неде болды? Найзаға шықпай қалған себебім, өйткені ұсыныс берді 1-2 рет. Бірақ та жарақат алдым. Жарақат алып жүрдім, шыға алмай жүрдім, жарысқа шыға алмай жүрдім. Найзадан да келді, басқа жарыстан да келді. Шыға алмай жүрдім. UFC-ден келген кезде тәуекел деп тоқтамға отырып шыққан болатым. Сол кездегі жалпы найза лига ұнады ма, мысалға қытайлық лигалармен салыстырғанда? Ұнады. Бұл жақта негізі келіп жарыс көрген адам өте көп болды. Өнен кейін мен сахнаға шыққан кезде бәрі қолдау көрсетті, халықтың қолдауын сезініп, өте рухани жақтан болсын, жігер жақтан болсын, өте жігерленіп шықтым. Өте қатты ұнады.
Ал UFC-де төбелескен кезде қалай болды сізге? UFC-де төбелескенде де өйткені UFC өзімнің арманым. UFC-де бірінші рет шыққан кезде де өте қатты қуандым. Өте жақсы көңіл күймен шықтым. Қазақстандағы қазақ тілінің деңгейі туралы айтып жіберсек, себебі Қазақстандағы қазақтар орысша сөздер қосады, ағылшынша сөздер қосады, сол туралы. Енді Қазақстандағы қазақтар орыс тілін қосады, бірақ та Қытайдағы қазақтар да енді Қытай тілін қосады. Біз көп нәрсені қазақшасын ұқпаймыз. Қазақшасын ұқпай жатқан жағдайда біз Қытай тілінде сөйлейміз. Енді ол бізде дүзде-дүз қазақ тілінде сөйлейміз деп айтамаймын. Мен әсіресе өзім дүзде-дүз прансет қазақ тілін сөйлеймін деп айтамаймын. Кей кезде түсіндіре алмай қалған жағдайда, не болмаса бір нәрсені қазақша атауын ұқпай қалған жағдайда қытайшалап түсіндіруге тура келеді. Сосын Қытайда ұлтыңыз қазақ бола тұра және Қазақстанда қазақ бола тұра өзіңізді қай жерде еркін сезінесіз? Екі жақта да еркін сезінемін, өйткені бұл жақта енді қолдаушылар да көп, бұл жақта енді өте рақатта жүре аламын. Мен ана жақта да қолдаушыларым өте көп. Ол жақта көп адамдар маған көмектескен. Сол кісілердің көмегінің арқасында да шыққам негізі UFC-ге. Соның үшін екі жақтан да мен энергия жинай аламын. Келесі жекпе-жегіңіз қашан болайын деп жатыр? Әзір мен дайын емеспін, өзім дайындалған кезде мен UFC-ге айтам, мен дайынмын деп айтам, өйткені олар жарыс ойнастырса шығам. Өздері әлі ештеңе айтпады. Айтқан, үшінші айдың 28 берген, бірақ та мен әзір өзім дайын емес болғаннан кейін шыға алмаймын деп айттым. Өзіңіз примерно қашан деп отырсыз? Жоспармен осы жаздарда, 8 айларда боламын екен деп ойлаймын. Өйткені жазда бірінші келе салмақты түсіргенге оңай болады, екінші келе салмақты түсіргенге оңай болады, екінші біраз уақыт бар, маған дайындауға уақыт жетеді. Енді 71-де төбелесем деп отырсыз, 71-де мен кездескім келетін дегендей бір жауынгер бар ма? Кездескім келетін жауынгер жоқ, бәрімен түсе беремін негізі дайын болсам. Жауынгерлердің көбісінің арманы енді чемпион болу. Өзіңіз чемпион қашан болайын деп отырсыз, неше жылы чемпион боласыз? Енді мақсат қою дұрыс, мақсат болу керек, бірақ та сен барлық назарында мақсатқа қойып алсаң, онда бұның мақсатқа жету жолында сен ләззат өзіңді жақсы сезіне алмайсың. Сондықтан үшін менің мақсатым енді тұрақты, үлкен мақсатым бар, бірақ та кішік мақсаттарым бар. Бір күндік мақсатым бар, бір апталық мақсатым бар. Мен сол әрбір күнімді үйренумен, өзімді дамытумен сондай істерге жұмсағым келеді. Соның үшін мен көбінесе болашақта белдік алу, анау-мынау бірінші орынға шығуды өте көп ойламаймын. Сол әрбір күнімді жақсы өткізсем болды. Все, түсінікті, рахмет. Алдағы жекпе-жектеріне сәттілік.